Сәлем достар, сіздермен бірге біз қысқа шолу арнасы. Бүгін мен Құс қорабы деп аталатын американдық ғылыми фантастикалық қорқынышты фильм туралы сөйлесемін. Фильм Маллори Хейз есімді әйел балаларын жинап, олардың саяхатқа шыққанын хабарлаудан басталады. Екі бала Мэлоридің бірнеше күн бойы өзенде жүзетінін түсіндіргенін тыныш тыңдайды. Жоспар ормандағы оңаша үйге жету, онда олар басқа достармен кездесе алады. Бірақ бір нәрсе бар. Сапар барысында олар көз патчтарын киеді. Ал егер балалар оларды алып тастаса, тіпті қателессе де, олар қиындыққа тап болады. Нұсқаулардан кейін Мэлори оларды көздерін байлап сыртқа шығарады. Көп ұзамай олар қайық күтіп тұрған өзен жағасына жетеді. Маллори оны өзенге лақтырады, балалармен бірге суға секіреді және саяхатқа шығады. Осыдан кейін фильм 5 жылға созылады. Маллори жүктіліктің 8 айында болатын суретші. Ол жақында ажырасқан және әлі де ажырасқаннан кейінгі стрессті жеңуге тырысады. Бірде ол сурет салумен айналысқанда, оның әпкесі Джессика кейбір жаңалықтармен келеді. Ол әмбебап дүкенде болған кезде барлығы азық-түлік жинап жатқанын айтады, өйткені зат оларға жақындады. Ажырасқаннан кейін әлемнен ажырасқан Маллори бұл туралы білмейді. Сонымен ол теледидарды қосады. Оның таңқаларлығы барлық жаңалықтар арналары Шығыс Еуропаның кейбір аудандарын қиратқан жұмбақ құбылыс туралы хабарлайды. Вирустың белгілері өте таңқаларлық. Кез келген жұқтырған адам бірден ойға келмейтін нәрсені жасағысы келеді. Вирус олардың миын бақылауға алып, оларды құбыжықтарға айналдыратын сияқты. Алайда Маллори бұл ауруды ақштан алыс деп ойламайды. Біраз уақыттан кейін Джессика оны дәрігерге апарады. Ауруханада отбасылық дәрігер доктор Лафан Маллориге бірнеше сынақ жүргізеді және оның ана болуға дайын екенін сұрайды. Маллори «иә» деп айтпас бұрын бір сәтке тартынады. Қайтар жолда ол бір түрлі көріністің куәсі болады. Әйел басын шыны панельге үздіксіз ұрады. Бұл Маллориға Еуропадан шыққан құбылыс штаттарға келгенін түсінуге мәжбүр етеді. Сонымен ол сыртқа жүгіріп шығып, Джессикаға олар дереу үйге оралу керегенін түсіндіреді. Алайда олар кетуге дайындалып жатқанда пандемия басталды. Жүздеген адамдар жұқтырған және өз-өзіне қол жұмсауға тырысады. Машиналар соқтығысады, адамдар құлап, басқа да таңқаларлық оқиғалар орын алады. Джессика көлігін хаос арқылы басқарады және олар үйге жететін сияқты. Бірақ кенеттен оның көздері қозғалмайды. Маллори Джессиканы есіне түсіру үшін барын салады, бірақ нәтиже бермейді. Келесі секундта көлік өлімге әкелетін апатқа ұшырайды. Әпкелер қандай да бір жолмен аман есен қашып құтыла алады, бірақ өкінішке орай әлі күнге дейін есеңгіреп тұрған Джессика ойға келмейтін нәрсені жасайды. Маллоридің қайғыруға да уақыты жоқ, өйткені осы уақытқа дейін қала соғыс аймағына айналды. Адамдар сол жақта, оң жақта және орталықта өледі. Маллори кейбір адамдардың соңынан қауіпсіз жерге баруға тырысады, бірақ сүрініп жерге құлайды. Оның күресін көрген әйел күйеуінің бұған наразылығына қарамастан үйінен кетіп, Маллориге көмектесуге тырысады. Өкінішке орай, оның шешімі өлімге әкеледі, өйткені зұлым жаратылыс оны иемденеді. Әйел біраз уақыт көрінбейтін тіршілік иесіне қарап, содан кейін жанып жатқан көліктің ішіне кіреді. Көп ұзамай ол жарылып, оны орнында өлтіреді. Қорқынышты кездесуден кейін Том есімді адам ақыры Маллориге көтерілуге көмектеседі және үйге кіреді. Үйде бірнеше адам бар, оның ішінде иесі Грег, оның досы Дуглас және пулеметші Келли. Келесі көріністе барлығы негізгі бөлмеге жиналып, бүкіл әлемді дүр сілкіндіретін табиғаттан тыс болмысты талқылайды. Азық-түлік дүкенінің қызметкері Чарли бұл әлемнің соңы деп теориялайды. Алайда қазіргі уақытта барлығы бұл мәнге қол тигізбейтінін және оған бұлардың өліміне әкелетінін түсінеді. Осы уақытта Том әпкесінің мезгілсіз қайтыс болуына әлі де ренжіген Маллориді жұбатады. Бір сағат бұрын ол қиындықтар мен күйзелістерден бос бақытты өмір сүрді. Кейінірек бүкіл топ жиналып, барлық есіктер мен терезелерді тақталармен бекітеді. Олар ешкімнің сыртқа қарамайтынына көз жеткізгісі келеді. Қазіргі уақытта Маллори мен оның балалары қайықта 6 сағат болды. Кейде олар көз патчтарын алып тастау үшін көрпемен жабылады. Маллори өзінің рациясын жақын жерде біреудің бар жоғын тексеру үшін пайдаланады, бірақ оның есімін сыбырлаған көрінбейтін тіршілік иесі ғана ести алады. Өткенге оралсақ, Маллори және басқа тірі қалғандар үйде бірге өмір сүре бастады. Бірде Олимпия есімді тірі қалған адам есікке келіп, оны ішке кіргізуді өтінеді. Дуглас бас тартады, бірақ қалғандары оны кіргізуге көндіреді. Олимпия кірген кезде оның да жүкті екендігі анықталды. Кейінірек бұл идея Грегке келеді. Ол сыртта не болып жатқанын көру үшін қауіпсіздік камераларын тексеруді шешеді. Қалғандары бұл идеяға күмәнмен қарайды, бірақ олардың ешқайсысы қарсы емес.
Көп ұзамай Грег компьютерінің алдында отырып кадрларды қарап шығады. Кенеттен ол бір нәрсені байқап бірден қатып қалады. Бұл субъект оны иемденген сияқты. Біраз уақыттан кейін қалғандары оның бөлмесінен қатты шапалақты естиді және олар тексеруге асығып бара жатқанда Грегтің өз қанында жатқанын көреді. Ол оларды тіпті компьютер арқылы да иемденуі мүмкін екенін түсінуге мәжбүр етеді, сондықтан олар оны бірден жояды. Қазіргі уақытта отбасы өзенде ескек ескеннен бері 14 сағат өтті. Кенеттен Малори ер адамның көзінен таңғыштарды алып тастауға болады деген дауысын естиді. Адамның жұқтыруы мүмкін екенін түсініп, ол балаларға көз патчтарын сыртқа шығармауды немесе шешпеуді бұйырады. Көп ұзамай келе жатқан дауысы оның тамағы бар екенін айтады. Ол сондай-ақ достық деп сипаттайтын тіршілік иесін көрдім деп мәлімдейді. Осы кезде ол қайыққа асығады, бірақ Малори дайын. Ол оған мачетаны ұрып, оны аяқтайды. Келесі көріністе біз қайтадан өткенге ауысамыз, онда топтың тамағы таусылды. Көмек келуі екіталай болғандықтан Малори, Том және тағы бірнеше адам Чарли бұрын жұмыс істеген жақын жердегі әмбебап дүкенге баруды шешеді. Олар көліктердің терезелерін қара бояумен жабады және оларды басқару үшін тіпіс пайдаланады. Олардың саяхатының ортасында тіпіс қатты сықырлай бастайды. Бұл нысанның жақын жерде екенін көрсетеді. Алайда бұл оларды күнәдан алыстатып дүкенге апара алады. Топ бірден ішке кіріп, қолына түскен барлық заттарды жинайды. Осы уақытта Малори бірнеше үй құстарын байқап, оларды үйге апаруды шешеді. Топ қоқыс жинауды аяқтай жаздады. Кенеттен жігіт мұздатқыштан айқайлай бастайды. Ол мұнда бірнеше күн қамалғанын және тамақ таусылғанын айтады. Том және басқалары оның тарихына сенеді және есікті ашады. Сонымен бірге құстар шу шығара бастайды. Олар жақын жерде обсессивті адамдарды сезінуі мүмкін сияқты. Мұздатқыштың ішіндегі адам кенеттен мінез құлқын өзгертіп, жын сияқты әрекет ете бастайды. Егер ол шықса, бәрі өлетінін түсінген Чарли қалғандарын құтқару үшін өзін құрбан етеді. Сол түні Малори мен Дуглас ас үйде бірдеңе талқылап жатқанда, олар гараждан шу естиді. Өкінішке орай, пулеметші Келли мен оның сүйіктісі жалғыз көлігімен қашып кетті. Қазіргі уақытқа оралғанда отбасы өзенде 24 сағат болды. Малоридің шаршағаны соншалық, ол ақырында ескі жүк көлігімен қайықты итеріп жіберді. Бұл баланың барлық керек жарақтарымен бірге өзенге құлауына келеді. Бақытымызға орай, Малори баланы құтқарып қайықты жағаға байлайды. Содан кейін ол балаларға керек жарақ іздеу үшін орманға барар алдында орнында болуды ескертеді. Жіңішке жіпті пайдаланып, ол тастанды аурухананы табады. Онда ол кейбір өнімдер мен киімдерді жинайды. Малори ғимараттан асығыс шығып бара жатқанда, жаратылыс оның атын шақырғаны естіледі. Осы уақытта жағалауда кішкентай қыз мазасыздана бастайды, өйткені анасы кеткеннен бері 1 сағат өтті. Сондықтан ол Малоридің бұйрығына бағынбайды және оны іздеу үшін джунглиге барады. Өкінішке орай, субъект онымен сөйлесе бастайды. Оған көз таңғышын шешіп, жасыл орманды көруді ұсынады. Кішкентай қыз сенімді, бірақ ол мұны істей алмай тұрып, Малори пайда болып, оны алып кетеді. Содан кейін үшеуі бірге қайыққа мініп саяхаттарын жалғастырады. Келесі көріністе Олимпия үйге Гарри есімді күдікті адамды кіргізеді. Қалғандары оның бұл шешімді ешкіммен кеңеспей қабылдағанына ашуланады. Дегенмен олар Гарриді тексеріп, оның қалуына мүмкіндік береді. Біраз уақыттан кейін ол сыртта көз патчтары жоқ басқа адамдар бар деп мәлімдейді. Олар қандай да бір жолмен мәнмен бірге өмір сүруді үйренді. Мылтығын алып кетуін өтінген қарт Дугластан басқа бәрі оған сенеді. Алайда Грегтің анасы Шерил оны вазамен нокаутқа жібергенде ол тез тынышталады. Содан кейін топ Дугласты гаражға қамайды. Кейіннен Олимпия көптеген қиындықтар мен ауыртпалықтар үшін кешірім сұрайды. Бірақ Малори оны тыныштандырады. Ол ештеңе істемеді. Екі жүкті әйел бір-біріне жақындағандықтан олардың біреуі қайтыс болған жағдайда балаларына қамқорлық жасауға уәде береді. Малори тіпті Олимпияға баланың туған күніне сыйлық ретінде Hello Kitty ойыншығын береді. Қазіргі уақытта кішкентай қыз өзінің Олимпияның қызы екенін көрсететін бірдей ойыншықты ұстайды. Малори Рапидске жақындаған кезде өзін және балаларын көрпеге орап, ол саяхаттың ең қауіпті бөлігі болатынын ескертеді. Содан кейін ол олардың біреуі көзді байлап, жолда жүруі керегенін айтады. Екі жазықсыз бала да ерікті болғысы келеді, бірақ Малори дилеммаға тап болады. Ол олардың ешқайсысынан бас тартуға дайын емес, сондықтан аздап ойланғаннан кейін Малори ешкім қарамайды деп шешеді. Бұрын Малори де Олимпияда бір уақытта босануды бастады. Том мен Шерил әйелдерге жоғары көтерілуге көмектесіп жатқанда, күдікті ер адам Гарри төменде қорқынышты нәрсе жасайды. Ол өзінің де обсессивті екенін көрсетіп, құбыжықтардың суреттер жинағын шығарады.
Оның мұндағы басты мақсаты қалғандарын жұқтыру. Ол субъектінің бірнеше хабаршыларының бірі. Бастау үшін ол Малори құстарын басқаларға ескертпеу үшін тоңазытқышқа салады. Содан кейін Гарри газеттерді терезеден жұлып ала бастайды. Осы уақытта Олимпия қыз туады, ал Малори ұл туады. Бұл бәрін бақытты етеді. Өкінішке орай, бақыт ұзаққа созылмайды, өйткені Гарри бөлмеге кіріп терезелердегі перделерді көтереді. Малори тез арада басқа жаққа қарайды, бірақ Олимпияның жолы болмады. Ол әуестеніп терезеден ойға келмейтін нәрсені жасауға бел буады. Бірақ ол мұны жасамас бұрын, ол қандайда бір жолмен қызы Малориді тапсырады. Ол қайтыс болғаннан кейін, кемпір Шерил көзін ашуға мәжбүр болады, және ол да азапты өліммен өледі. Дәл осы сәтте Дуглас өзінің мылтығымен пайда болады, және Гарридің қолына оқ жаудырады. Екеуі біраз уақыт төбелеседі, бірақ соңында Дуглас та жекпе-жекті тоқтатады. Бақытымызға орай, Фрид басқа адамдарды өлтірмес бұрын, Том оны мылтықпен аяқтайды. Енді ол Малори және балалар ғана қалды. 5 жыл өтеді және төртеуі де ормандағы оңаша үйде тұрады. Тіпті құстар тірі және сау. Олар қалалық зұлымдықтан аулақ болды, ал балалар жаңа ортаға үйренді. Дегенмен олардың әлі де есімдері жоқ. Том Малориді дәл осылай сынайды, бірақ ол қазір бұл басымдық емес деп санайды. Бір күні олар сырттан қандайда бір шуды естиді, және тексерілгеннен кейін жұқтырмағандарды іздейтін көліктерден жұқтырған адамдарды табады. Бұл ерлі зайыптыларды тіпті осы үйде тұру қауіпсіз емес екенін түсінуге мәжбүр етеді. Сол түні олар ұйықтап жатқанда Малоридің рациясы кенеттен өмірге келеді. Рик есімді адам екінші жағынан сөйлей бастайды. Ол көптеген керек жарақтар мен азық-түліктері бар қорғалатын кешенде екенін айтады. Алайда ол жерге жету қиын болады. Рик қауіпті рапидтерден өтіп, өзенде бірнеше сағат жүзуге тура келетінін түсіндіреді. Телефонды қоймас бұрын, ол екі нәрсені анық көрсетеді. Өзен балалар үшін қауіпсіз емес, ал құстар кешенді табудың кілті болып табылады. Келесі күні таңертең ерлі зайыптылар бұл мәселені талқылайды. Том кешенге барғысы келеді, бірақ Малори күмәнмен қарайды. Гарридің соңғы оқиғасынан кейін ол ешкімге сенгісі келмейді. Дәл сол күні ерлі зайыптылар көрші үйдегі қоқыстарды тазалап жатқанда, жұқтырған адамдар қайтадан баулады. Олардың уақыты жеткіліксіз екенін түсінген Том Малориді проблеманы шешіп жатқанда балаларды алып кетуге және кетуге көндіреді. Бұл соңғысын көзіне жас алады, бірақ ол балалардың қауіпсіздігі үшін келіседі. Біраз уақыттан кейін Малори заттарын жинап, балалармен бірге артқы есіктен кетеді, ал Том мылтықты алып, жұқтырған адамдармен кездесуге барады. Ол оқты өзі алмай тұрып, олардың бірнешеуін өлтіреді. Сонымен олардың барлығын аяқтау үшін Том көз таңғышын алып тастауды шешеді. Ол мұны жасағаннан кейін ол құбыжыққа айналады және барлық адамдарды бір-бірлеп жояды. Содан кейін ол ойға келмейтін нәрсені жасайды. Осы уақытта Малори мен балалар үйге жетеді. Онда ол фильмнің басында көрсетілгендей олардың саяхаты туралы айта бастайды. Қазіргі уақытта 42 сағат өтті және олар ақыры өлімге әкелетін шектерге жетті. Малори толқындармен жүзу үшін барын салады, бірақ қайық аударылып, бәрі сыртқа қарай құлайды. Бақытымызға орай ол балаларын ұстап алып, жағалауға аман есен жетеді. Осыдан кейін үшеуі де орманда баяу жүре бастайды. Сондай-ақ нысан өзінің көрінбейтін түрінде пайда болады және Малори мен балаларды көз патчтарын алып тастау үшін манипуляциялауға тырысады. Алайда олар оны мүлдем елемейді және оның орнына құстардың әнін орындайды. Көп ұзамай олар үлкен кешенге жетеді, ал Малори маньяк сияқты есікті қағып бастайды. Бақытымызға орай, біреу оны ашып, олардың жұқтырмағанына көз жеткізіп, оларды кіргізеді. Ішінде олар ақыры Рикпен кездеседі. Ол бұл кешенде бұрын зағиптар мектебі болғанын түсіндіреді. Сондықтан мұнда адамдар ешқашан жұқтырған емес. Доктор Лафанда сол жерде, ол Малориге келіп, оны осындай сүйкімді балалары бар деп құттықтайды. Ол олардың есімдерін сұрайды, ал біраз ойланғаннан кейін Малори, Олимпия мен Том дейді. Фильм құс қорабын ашып құстарды босатқанда аяқталады.